бәріне сәлем достар. Бүгін история айтам, короче. Бүгін мен ең жаман күнім болды. Короче, бүгін мамамның туған күні. Сосын олар күнге құттықтаған. Әдет күнді оятпаған. Сосын мен аға жіберген ғой фамилия отбасыға. Достар, кешіріңіздер, просто әпшелеп қалдым. Сосын, короче, фамилияға жіберген. Фамилия айтқан Айша көріп қоймасын деді. Ояқта мен бармын ғой, біліп тұрып істеген. Сосын мен көрдім да сол видеоны. Сосын ренжідім. Сосын азында оны ұмытып кеттім ғой. Азында сосын мен торт жеп аттым, торт. Мама енді не істеген ғой торт. Сол тортты жеп аттым. И сосын анашым тренажер бар ғой көп. Сода отырсам, қайта істеп, оның арт жақта банкалар тұрған. Сосын мен құлап, банкаға құлап, бір банкасында соны мен сүрттім. Еще сүрттім, әрен сүрттім ғой. И сосын наконец-то деп кроватына барсам, әпше кроватына ашқанда телефон түсіп қапты, өзінің айфоным. Сосын қарап қалсам мен бір кезде кроватқа бұрын да құсқам. Сол құсқан жерде, сол осындай жер бар ғой, құсқан жерде. Мен кроватқа құсқанда осы жерінде қалып қалған ғой. Сосын соны мама айтқан әпшеге жай. Ана өзін түртіп ала салсай десен, әпше мақұл, сол үшін жапқыз жаптырым ғой деген. И сосын маған айтқан ғой, мама саған сүртін деп тұрды. Сосын құсқанды сүрткен андай не ғой. Сол әлі мұрныма қалып қойды ғой иісі, бля. Бұл елестете алмаймын. Сосын сүрттім, сосын обедте таяқ жедім. Мама ұрды уже мен. Ал кешкісін мама мороженое алып беремін деп алып бермеді. Ой, точно жаман күнім болды.